Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз қазақтың ата тағамы ұн-чай. Бұл асты бала кезімізде әжелеріміз дайындап беретін. Өте қуатты, денсаулыққа пайдалы тағам. Қосылатын чайлар: көк қызыл чай, матрошка, түймедақ, жалбыз, қара бұрыш, қалампыр. Қойдың немесе сиырдың сүріленген еті, құйрық майы керек. Етімізді 2 сағат қайнатып пісіріп аламыз. Шәугімге 2 кесе сүт, чай қасықпен 1,5 қасық тұз саламыз. Қайнатып алған чайымызды сүзіп құямыз. Асып алған сүретіміздің сорпасын үстіне құямыз. Қойдың құйрық майын қазанға салып, азырақ су құйып, күйгізбей қуырып, шыжығын сүзіп аламыз. Майымызды азайтып, чай кесемен 1 кесе ұн салып, күйгізбей қуырамыз. Дайындап алған чайымызды ұнның үстінен құямыз. Чайымыз қойылғанша тоқтамай араластырып тұрамыз. Бұл чайымызды бұдан да қою етіп жасауға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, құнды пікір жазуды ұмытпаңыздар.